есть на самом деле то самое наследие, которое я хотела рассказать всему миру. Астанада танымал қазақстандық спортшылар туралы кітап таныстырылды. Оқырманға жол тартқан жинақта жаһандық додаларда елдің туын асқақтатып, әнұранын әуелеткен сайыпқырандардың жеңіс жолының тарихы баяндалады. Кітапта барлығы 17 отандық олимпиада чемпионының тағылымды өмірі мен арман мұраты, қажырлы еңбегі тізіліп, жылы естеліктері жазылған. Жанар Өтешева өскелең ұрпақтың бойына елжандылық сезімін ұялатумен қатар, төрткүл дүниені тәнті еткен дарынды отандастарымыздың жолын қуып, жеңіс тұғырына көтерілуге деген құлшынысын оятатын тың дүниеге 10 жылын сарп еткен. Кітаптың жарық көруіне жазушы Үнзила Мыңбай сүбелі үлесін қосты. Бұл оның қаламгерлік жолындағы алғашқы тырнақалды еңбегі. Автор у нас Унзила Мыңбай. Я являюсь руководителем проекта «Идея наша». Кітаптың авторы Үнзила Мыңбай. Мен болсам бұл жобаның жетекшісімін. Біздің жобаға атсалысқан спортшыларға алғысымыз шексіз. Жинақ атлеттердің тікелей қатысуымен жазылды. Әрбірі көпшілік біле бермейтін қызықты оқиғалармен бөлісті. Сондықтан кітап оқырманға қызықты боларына сенімдімін. Екі оқиғаны жазуға аналары қолғабыс етті. Өкінішке орай басты кейіпкерлер өмірден ерте озды. Оларды даңқты спортшыларымыз Денис Тен мен Бекзат Саттархановтың жеңісті жолы тарихы баяндалады. Благодарны за то, что они разрешили рассказать истории Дениса Тен и Бекзата Саттарханова. Они хотели донести до каждого. Біздің кейіпкерлер арман қуған әр балаға жеңісті жолдың оңай келмейтінін, ұмытылып, қажырлы еңбекпен мақсатқа жетуге болатынын алға тартады. Мүмкін бүгін немесе ертең қиын болар, алайда мойымаған жаңа күндердің күнінде сол сәт міндетті түрде туатын жеткізуге тырысты. Мен қазақстандықтарға ғана емес, бүкіл дүние жүзіне қызықты болатын оқиғалар туралы жазғаныма қуаныштымын. Олар бөліскен оқиғаларды мен қалың оқырмандарға жеткіздім. Қаламгер кітапты жазуға жарты жыл уақыт кеткен айтады. Әрбір оқиғаның өзіндік ерекшелігі бар. Бірнеше тұлғаның өмірін баяндайды. Алайда бәрінің де айтар ойы бір. Ол бала арманына табысты іспен жетудің жолы. Мне понравилось, что это будет детская книга на 2 языках. Мен балаларға арналған осы кітаптың 2 тілде шығатынына қуаныштымын. Білуімше спорт тақырыбында балаларға бағытталған алғашқы жинақ. Онда чемпиондыққа жету жолында спортшылар қандай қиындықтарға тап болатыны, оларды қалай жеңу керектігін жазылған. Біз жастарды да діттеген бағытынан қайтпай, тек алға ұмытылуына жігер беруіміз келеді. Достигнуто. Нужно идти дальше. Чемпиондыққа жетелеген арман атты кітаптың тұсаукесеріне елге танымал спортшылар, олардың бапкерлері мен ата-аналары және спорт сүйер қауым қатысты. Ұйымдастырушылар кітаптың ерекше безендірілген мұқабасы мен мазмұны кішкентай оқырмандардың көңілінен шығарына сенімді. Жаңа жинақ қазақ және орыс тілдерінде басылды.